Ассалаумалейкум, қадірлі достар. Бүгін 5 сентябрь. Кезекті экономика туралы сабағымыз басталайын деп жатыр. Назарларыңыз экранымызда болсын. Белгілі Қазақстанның экономист ұстазымыз Мақсат Халықмырза және бүгін сабағымызға алғаш қосылған ағамыз, мотиватор ағамыз, кәсіпкер белгілі Жандарбек Жамалбек ағамыз. Украина арасында соғыс болғалы бері осы жағдай кішкене өзгерді. Сәл өзгере бастады. Қазір рубль қатты әлсіресе, біздің теңгеміз кішкене аттың басын ұстап тұрады. Бірақ бәрібір әсер етеді, бұрынғыдай емес бірақ. Сәл ғана. Егер Ресейде қатты инфляция болып, қатты бір жағдайлар орын алса, ол бізге әсер етеді. Ол фактор бар. Одан кейін Американың орталық банкінің федералды резервтер жүйесі деп айтамыз ғой. Жаңа айтқан кілтті пайыздық мөлшерлемесі. Олардың ключевая ставкасы дейді базалық пайыз. Егер де олар оны көтеретін болса, жақында Джерем Пауль шығады, осы қыркүйекте шешім қабылдайды. Егер де оны көтеретін болса, кілтті пайызды, онда не болады? Онда Американың құнды қағаздарының бағасы өседі. Бүкіл әлемдегі инвесторлар үшін ол қызықты болады. Бәрі барып, дамушы елдерден ақшасын шешіп алады. Неге? Өйткені дамушы елдерде, Африкада, Азияда өте көп қақтығыстар болуы мүмкін, көтерілістер болуы мүмкін. Ондай тұрақсыздыққа тәуекел етіп барғанша, оданша ол ақшаны оп-оңай Американың құнды қағаздарына салып, тыныш, жүрегім тыныш жата берген дұрыс деп есептейді. Сөйтіп, дамушы елдердің ақша ағыны кетеді де, тапшылық пайда болады тағы да долларға деген. Тиісінше содан доллар тағы да өседі. Сондықтан да Американың орталық банкінің қабылдаған шешімі ол доллардың құнын жоғарылатады, егер өсірсе. Егер төмендете бастаса, ол доллардың құнын түсіре бастайды. Өйткені Американың құнды қағаздар қызық емес бола бастайды. Тиісінше инвесторлар ол ақшаны шешіп алады да, дамушы елдерден қандай қызықты ұсыныстар бар екен, қандай қызықты жобалар бар екен деп келе бастайды инвесторлар. Сондықтан да олардың ключевая ставкасы қазір жоғары отыр 5% үстінде. Егер де ол төмендейтін болса, онда біздің елімізге инвестиция да ұлғаюы мүмкін. Сондықтан алдағы уақытта Трамптың басшы бола ма, жоқ әлде оның қарсыласы, қазір кім еді аты? Әйел адам шықты ғой, атын есіме сұрамай тұрмын. Харрис. Ол келе ма, екеуінің мүмкіндігі бар. Бізге негізі көбінесе Трамп қызықтырақ болып көрінеді. Бірақ та ол Трамптың партиясы келген сайын, ол жақтан өкіл келген сайын, біздің Қазақстан оңбаған көп жағдайда. Экономикасы көп жағдайда қиын жағдайлар да болған. Трамптың болған кезінде де Қазақстан бір керемет болған жоқ өткен жолдарда. Сондықтан осы мәселені біз естен шығармайық. Трамп қызықты тұлға болып көрінгенмен, оның келгені Қазақстан үшін тиімді бола бермейді. Ал енді демократтардың келуі ол қызықтырақ бар. Сондықтан да осындай мәселелер бар. Біз өзіміздің экономикамызға тиімді жағын қарастырғанымызда дұрыс көп жағдайда. Одан кейін бұл Америкадағы, әлемдегі осындай геосаяси жағдайлар барлығы келіп, біздің жаңа теңгемізге ықпал жасап жататын жағдайлары бар. Сондықтан да бұл факторлардан бөлек ішкі факторлар бар қабылда. Теңгемізге әсер етуі мүмкін. Кеше айтылмай қалып, бұл мәселелер жазылып жатыр ғой, айта берейін. Осы жерде мынандай ішкі факторлар ол ұлттық банктың шешімі. Ұлттық банк екі жағдайда шешім қабылдайды. Ол бірінші базалық пайыз бойынша. Базалық пайыз деген жаңағы Америкада ключевая ставка деп аталады. Бізде базалық пайыз деп аталады. Ол еліміздегі ақшаның ең төменгі құны. Бүгінгі таңда базалық пайыз қанша болып тұр? 14,25%. Ол ең төменгі еліміздегі несие пайызы деп есептелінеді. Сондай пайызбен екінші деңгейлі банктер, Каспий болсын, Халық банк болсын, сондай пайызбен өздері теңгені несиеге алады. Олар сондай пайызбен алып тұрғаннан кейін, егер де оны халыққа беретін кезде, одан төмен бермейді ешқашан. Ол 2 еселеп береді, немесе 3 еселеп бере салады. Өйткені 56%-ға дейін заң бойынша рұқсат етілген. Сондықтан да кеше президент айтты, бізге заң қабылдау керек банктер туралы. Өйткені 30 жыл бойы банк қабылдамаған бұл салада. 56%-ға дейін біз рұқсат беріп қойғанбыз банктерге несие берсін деп. Ал банктер сондай пайызбен халықты несиелендіріп, қиындыққа, қарызға батырып жатқан. Сондықтан да қазір бізге жаңа заң керек. Осы несие пайызын қайта қарастырып, оны төмендету керек. Ол туралы біз көп сарапшы ретінде мен айтып жүрмін, оны 30%-ға түсіру керек біз деген ойды айтып жүрмін. Қазір енді шешім қабылданып 44%-ға әзір түсіру мүмкін болып тұр. Сондай, ал енді қараңыздар, жаңағы
14,25% несие. Бірақ маған айту мүмкін бір кісілер. Мақсат, сіз неге өтірік айтасыз? Даму арқылы 6% мен 7% беріп жатыр ғой кәсіпкерлерге несие, иә, мысалы, деген сияқты. Бірақ бұл жерде бір мәселе түсінікті. Ол жерде 6%-бен сіз алып төлеуіңіз мүмкін, бірақ та тағы 10%-ды мемлекет бюджеттен төлеп береді деп банкке. Банк ол жерде, банктың есебі түгел, ұтылып атқан жоқ ешқандай. Ол өзінің 16%-ын алып отыр, болды. Яғни бюджет ол халықтың тағы жинап берген ақшасы. Сондықтан да бюджеттің есебінен алып отыр да, ол 16%-ын алып спокойно отыр, жүрегі тыныш деген. Сондықтан да 16 жаңағы айтып отырғанымдай 14%-дан төмен пайыз нарықта ешкім несие бермейді. Тек қана ипотекалық несиелерде болды, мысалы 7-20-25 тағы сол сияқты. Ол программалардың барлығы мемлекеттік бюджеттен қаржыландыру арқылы есептеледі. Банктер сондай несие береді ипотекалық, бірақ үстіндегі пайызын мемлекет бюджеттен береді ана банкке. Сен соны берші деп. Сондай. Сондықтан да одан төмен пайыздар болмайды. Сондықтан кешегіде президент намек жасады, ұлттық банкке айтты. Енді жетеді ғой, қаншалықты сондай жоғары пайыз ұстап отырасың. Түсіретін уақыт келді. Бірақ бір мәселе бар. Жаңағы базалық пайыз тек қана несие пайызына ғана әсер етпейді. Ол депозит пайызына да әсер етеді. Яғни несие пайызын базалық пайыз өссе, несие пайыз жоғары болып тұр, депозит те жоғары болып тұр. Осы уақытқа дейін депозиттің 15%-ға дейін болуы, ол базалық пайыздың жоғары болуымен болып отыр. Сондықтан да көптеген адамдар үй сатып алып, үйді арендаға 200 мыңнан беріп тұрғаннан көрі, оданша ол үйді 20 миллионға сатып жеріп, спокойно мына жақта депозитте 15%-бен кірістілікті қамтамасыз етіп отырған тиімдірек әлде қайда. Ал ертең базалық пайыздық мөлшерлеме 10%-ға түсетін болса, мысалы, онда депозиттерде 10%-ға дейін домалайды. Уже қатты тиімсіз бола бастайды да. Сонда кім депозитте ақша ұстап отыр, олар үшін тиімсіз. Бірақ та жалпы негізінен егер мен сарапшы ретінде айтатын болсам, ол базалық пайыздың төмен болғаны жақсы. Қазір елімізде ол базалық пайыз не үшін төмендейді, неге байланысты? Ол елдегі инфляцияда жағдайына қарайды. Инфляция деген ақшаның құнсыздануы. Ақша құнсызданып жатқанын біз қайдан көреміз? Кім айтады? Ақшаның құнсызданып жатқанын қайдан? Тауарлардың бағасы қымбаттап жатыр. Ертең қараңыз, мысалға сіз шартты түрде отбасыңызға, енді бізде Қазақстанда орташа жалақы қазір 400 мың ба? Жоқ. Орташа жалақы ресми түрде, қазір сіздерге айтам, 400 мыңнан асты, иә. 400 мыңнан асты. Ресми түрде. Бірақ бұл арифметикалық есептелген. Бір адам миллион алады, бір адам 100 мың алады, екеуін қосады да 500 мыңнан аласыңдар деп есептей салады. Ол әділ емес. Ол жерде есептеудің андай медиандық формулары бар. Ол деген бүйтіп диапазонда алады да, халықтың ең көп бөлігі қандай айлық алады екен дейді да, мысалға. Ең көп бөлігі, мысалға, 300 мың мен 150 мың арасында алады. Сосын соның ортасынан шығарған кезде 200 мың теңгенің айналасына барады да. Сонда орташа елімізде жалақы осындай деп айтуға болады. Сондай. Иә, ондай. Ай сайын 500 мың айлықтың налогын төлейді да, иә. жаңағы бір жыл бойы налог төлейді, соның есебінен жаңағы айлығы жоғары адамдар саған артық дейді, орташа көтеріп отыр. Сол. Енді мен осы жерде айтқым келіп отырған мынандай нәрсе. Сіз мысалы шартты түрде енді 500 мың теңге айлық алып жүрген болсаңыз, сол 500 мың теңгеге сіз бір жыл бұрын көп тауарлар мен қызметтер пайдаланатынсыз. Айына 2 рет отбасыңызбен қыдыратынсыз, ресторанға шығатынсыз, тағы сол сияқты. Бірақ та келесі жылы инфляция болып кетсе 20% мысалға, 10% дейік жоқ дегенде. Сосын сол 1-2 жыл қайталанатын болса, сіздің айлығыңыз сол деңгейде қалса, сіз уже сол бір жыл өткеннен кейін сол тауарлар мен қызметтерді пайдалана алмайсыз. Соны пайдалану үшін сізге 700 мың керек деген сияқты ғой. Демек, ақша құнсызданып жатыр. Және былай айтылады, кешегі ақша бүгінгі ақша емес, бүгінгі ақша ертеңгі ақша емес. Ол құнсызданған ақша. Ол құнсызданады. Сондықтан да осыған қарап отырып инфляция деңгейі айқындалады. Қаншаға өсті тауарлардың бағасы? Соған қарап отырып инфляция деңгейі анықталады. Сосын инфляция деңгейіне қарап отырып ұлттық банк ақша жаңа базалық пайызды бекітеді. Неге базалық пайызды қояды? Себебі ұлттық банктың өзі ақшаны басып шығаратын институт болғандықтан, ол айтады, кешір дейді, мен ақшаны саған жай бере салмаймын дейді. Өйткені инфляция болып жатыр далада. Сондықтан да мен 14%-бен берем. Ары қарай сен өзің оны қанша пайызбен бересің өзің біл дейді. Сосын банктер тұрады да, оны алады да, ары қарай несиелендіреді. Көрдіңіздер ме? Сондықтан енді сарапшы ретінде мен айтқым келеді.
инфляция егер төмендейтін болса, ұлттық банктың қазір инфляциялық таргеттеу дейтін саясаты бар. Инфляциялық таргеттеу. Таргет деген сөз сіздерге таңсық емес. Таргет деген нысанаға дөп тигізу деген сөз ғой, иә? Сонда енді ұлттық банктың нысанаға дөп тигізгісі келетін инфляция деңгейі 5%. Елде 5% инфляция болса дейді, соған жетейік дейді, соған ұмтылайық дейді. Соған жететін болса, онда жаңа базалық пайызды 7%-ға дейін түсіруге болады. Ол кезде ипотекалық несиелер кез келген банкте 8-9% бола бастайды. Бизнес үшін несие де сондай бола бастайды. Арнайы даму керек емес уже. Ал ондай пайызбен бизнес несие алуға қызықты. Қазір бизнес несие алам десе 20%-бен береді банктер. Ал 20%-бен ол бизнестің керемет табысы жылынан 20% табыс алып отырған кәсіпкер айтады да, мен табысымды алып еще несие беріп отырсам, онда мен қандай кәсіпкермін? Мен онда жалданып жүрген адам, ондай несие мен алмайын деп шешеді. Көрдіңіз ба? Ал егер де несиенің пайызы хотя бы 10%-ның деңгейіне түссе, онда ондай несие қызықты бола бастайды. Және кәсіпкерлер сондай несиені алады да, өзінің оборотный капитал дейді, соны ұлғайтып, жаңа филиал ашады, жаңа өндіріс ошақтарын ашады, ол жаңа жұмыс орындары, өндіріс, экономика, іскерлік белсенділік жанданады, экономика өседі. А ол сөз жоқ, жұмыспен қамтамасыз етіле бастайды адамдар, табыстары өсе бастайды, әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдай бәрі жақсарады елде. Не осы үшін керек. Сондықтан да жаңағы базалық пайыздың төмен болғаны керек. Ипотекалық несие үшін де, өйткені азаматтар жаңағыдай кез келген банктен барып 8-9%-бен арнайы программасыз жаңа ипотекалық несие ала алатын болады. Сол үшін керек бір жағынан қарасаңыз. Ал екінші жағынан жаңағы депозиттердің пайызы түсіп кетеді. Ондай кезде көп адамдар уже депозитпен ақша ұстағысы келмейді. Көп адамдар уже ол кезде жаңағы артық ақшаны шығарып депозиттен, мен бұны енді инвестицияға жұмсасам, кімге берсем болады, қандай жігітте қандай проект бар екен деп ойлана бастайды. Көрдіңіз ба? Демек, бір жағынан ол пайдалы. Ал теңгелік инструменті, теңгемен депозитте ақша ұстамағаннан кейін оның бір қауіпті жағы бар. Олар тіпті жаңағы или проектіге салады жаңағы бизнес идеяларға, или долларға салып қоюы мүмкін. Долларды көбірек сатып алу бастау үрдістері болуы мүмкін. Ол кезде теңгеміз әлсіреуі мүмкін. Көрдіңіз ба? Сондай екінші жағы бар. Сондықтан да экономика ол бір жақты емес. Бағанаға айтқандай баланс, теңгерімділік екі жаңағы жағдайдың арасындағы таяқтың екі ұшы дейміз ғой. Соның екінің арасындағы ең тиімді нүктені табу. Баланс ұстау. Эквилибриум деп айттық қой. Теңгерімділікті сақтау деп айтылады. Неке осындай. Сонымен базалық пайызды мен сіздерге жақсы түсіндіре алдым деп ойлаймын. Сонда базалық пайыздық мөлшерлемені егер де ұлттық банк төмендететін болса, ол жалпы жақсы, бірақ теңгенің әлсіреуіне ықпал етіп кетуі мүмкін. Көрдіңіз ба? Базалық пайыздық мөлшерлеменің жоғары болып тұрғандығы, қазір теңгеде ақша ұстау тиімді болып тұр, бәрі депозитте теңгемен ақша ұстап тұр. Сондықтан да теңгеміз былай жалпы осы уақыттарда құнды болып тұрды, бір фактор ретінде. Неге теңгеміз былай тұрақты тұрды біраз уақыт? Бір фактор ретінде. Енді екінші фактор бар, интервенция деген нәрсе. Интервенция. Интервенция деген не? Кім естіді? Мемлекет өзі плюс-минусты алып келе салып отырады ғой. Иә. Тағы ұқсайды, дұрыс. Қабылданады. Жалпы. Доллар, допустим, 500 теңге болса, бір Иә. доллар. Мысалы, ұлттық банк оны 480-ге дейін отыр, 20 теңгені өзіне неғып отырады. Қолдан тұрақтандыру осында? Иә. Қолдан тұрақтандыру, интервенция деген негізі араласу деген сөзді білдіреді екен. Жалпы әлемдік халықаралық саясатта интервенция деген сөз, егерде Ресей, Украинаның ішіне араласып кетті, сол мысалға біреудің мемлекетінің ішіне қол сұғып кетті да, мысалға, сол интервенция деген, яғни араласып кетті. Ал енді интервенция деген валюталық интервенция деп қолданылады. Валюталық интервенция деген ұлттық банк тұрады да, нарыққа өзі араласады да, и теңгенің қандай болу екенін диктовать етеді. Теңге осындай болу керек дегендей. Араласу. Енді бұны мен сіздерге былай түсіндірейін. 2015 жылға дейін бізде фиксированный курс болды. Фиксированный деген бекітілген курс. 190 теңгеден жоғары болмау керек. 1 доллар. Және 170 теңгеден төмен болмау керек. Сондай дәліздің арасында ұстап тұр. Сондай дәліздің арасында. Ол дәліз 170 пен 190 арасында теңге доллар жүретін болса, ол бизнесқа да тиімді, ол үкіметке де тиімді, ол халыққа да тиімді. Жалпы түсінікті. Бюджетті құруға бәріне ыңғайлы. Сондай ол фиксированный курс болып тұрды. Көрдіңіз бе? Енді
сол замандыға оралатын болсақ, былай түсіндіріп берейін сіздерге. Мен ұлттық банкпын деп айтайық. Мен ақшаны басып шығаратын адам. Енді орталықпын. Енді былай болсын. Сіздер нарықтағы субъектілерсіздер, доллар мен теңгемен айырбас жасайтын азаматсыздар. Енді қарапайым былай түсіндіруші едім. Бір сәтте долларға деген сұраныс артады. Бір сәтте. Әсіресе жаз бола бастаған кезде көп шетелге қыдырады. Болмаса, уже бір сигнал келді, о девальвация болуы мүмкін деген. И бәрі доллар ала бастайды. Сіз мысалы балаңызды шетелге оқытуға жіберейін деп жатсыз, сіздерге доллар керек. Доллар іздеп жүрсіз. Және де сол кезде доллардың бағасы не істейді? Автоматты түрде өсе бастайды. Кәдімгідей 190-ға жетті, 191, 192, 190 деп жоғарылап баратыр да. Осындай кезде мен ұлттық банкпын, менде резервте, алтын валюталық резервте доллар біраз ақша ұстап отырамын. Біраз алтын валюта резервтің ішінде кәдімгідей бүгінгі дейін артық доллар ұстап отырады ұлттық банк. Енді соны аламда өзімнің каналдарым арқылы, банктер арқылы шығарамын да нарыққа. Төмен бағада 190-нан сата бастаймын. Және сізге доллар керек, бәріңіз іздеп жүрсіздер, барлық жерде 195 деп тұр, и бір жерде 190 деп шыға бастайды. Сіз әрине қай жерде 190 деп тұр, сол жерден барып ала бастайсыз. Және бүкіл халық сол жерден ала бастайды. Кім жоғары қойды, олар амал жоқ түседі да жаңа жаққа. Көрдіңіз ба? Демек, ананы бекітілген курстың ішіне қарай асып баратқан нені қайтарып қойды. Енді осындай кезде ненің күшімен дегенде алтын резерв қорындағы долларларды жағу арқылы. Жағылды деп айтуға болады, өйткені ұлттық банк резервтен айырылды. Бірақ курс өзінің деңгейіне түсті. Бұл айтқан кезде от лапылдап баратыр, су шашып қойды да, қойып қояды. Көрдіңіз ба? Осы бір нәрсе, сосын тағы бір айта кететін жағдай осы жерде. Яғни интервенция деген түсінікті болды, иә? Интервенция деген осылай араласып кету. Араласу арқылы төмендетіп тастау. Тура осындай саясатты бүгінгі дейін де жасайды ұлттық банк. Қатты өткендерде Ресей Украинаға соғыс ашқан кезде бірден 500-ден асып 550-ге кетті ғой доллар, сол кезде де тұрды да ұлттық банк 2 миллиард долларды алды да жағып жетті. Тиісінше 500-ге қайтарды. Көрдіңіз ба? Сол кезде егер қайтармаған кезде доллар домалап 600 ары қарай кетіп қалатын еді да біраз жерге дейін. Ұлттық банк сондай интервенциялар жасайды. Ал енді бүгінде ұлттық банк осындай интервенция жасап отырған жоқ арнайы. Бірақ бізде ұлттық қор бар ғой, Америкада. Оның бәрі ол жақтағы ақшамыз 60 миллиард доллар. Доллар күйінде тұр. Бірақ та ол ақшаны алады да ұлттық банк. Ал келеді да елімізге. Сол долларларға осы жерден теңге сатып алады. Теңге сатып алған кезде автоматты түрде теңгеге деген сұраныс артады. Өстіп долларды ұстап отыр. Көрдіңіздер ма? Өткен жолда осы жазда доллар 10%-ға өсіп кеткен кезде 140-тан 180-ге бірден. Осы ұлттық қорда аударымдар азайып қалған еді. 2 есеге азайып қалды жазда. Бірден доллар секірді, көрдіңіздер ма? Демек, ұлттық қордан аударымдар азайып қалған кезде доллар бірден секіретін болып тұр ғой. Сосын ұлттық банк не істеді? Үкімет мынандай схема құрды. Қазатомпромның акцияларын сатып аламыз деді. Ұлттық қордың ақшасына. Сөйтіп, ұлттық қордың ақшасын ал келді да, ай сайын 4 ай қатарынан 250 миллион доллардан Қазатомпромның акцияларын сатып ала бастады. Сөйтіп, нарыққа қайтадан артық долларлар кіре бастады, көрдіңіз ба? Сөйтіп, теңгені қайтадан кішкене құнды қылып ұстап қойды. Бұл да интервенция бұл айтқан кезде. Бірақ ұлттық банк оны айтады, жоқ, бұл интервенция емес. Біз резервке тиісіп атқан жоқпыз дейді. Бұл чисто кәдімгідей. Ол Apple'дың акциясында тұратын еді, мысалы. Ал біз алдық та Қазатомпромға салып қойдық, оны өзім шешеміз деген. Енді бұл спорный момент, но бірақ бұл да бір араласудың түрі. Осылай теңгені тұрақтандырып қоюға болады. Ұлттық банк пен үкімет осындай саясаттар жасап отыр. Әзірге енді осындай, көп созбайық. Бүгінгі дәрісімізді осы жерден аяқтаймыз. Жол жөнекей сұрақтарға жауап болсын. Рахмет.